Сәлем достар, қадірменді көрермендер, каналымыздың подписчиктері. Бүгін біздер Алматыға келіп түскен телефон ол Тесно деген телефон екен. Мінекей. Келген сіз телефонға болған қысына түсіп қалған, және Дали деген батырман жерде өткізбейді. Егер сіз телефонға жазған аккаунтпен пароліңізді ұмытып қалған болсаңыз, онда үй жағдайында бұны қалай компьютердің көмегінсіз безіп деп қояды. Қалай ашуға болатындығын осы видеодан көресіздер. Ол үшін бізге не істеу керек? Біріншіден Wi-Fi-ға қосып аласыздар. Одан кейін жерде клавиатураны шығарамыз. Клавиатураны шығарған соң жер шарына басып тұрасыздар. Языку и настройки деген таңдаймыз. Ол жерден добавить клавиатура. Төменге түсеміз де, мына жерден кез келген тіл, бірақ жанында бүйтіп қалған сызығы болу керек. Аймар азербайджанский деген сияқты, албанский деген сияқты. Азербайджанский таңдайық. Жоғары оң жақта 3 нүкте. Справка отзыв. Сіздерде осылай шығады. Ол функция switch access для Android-та осындасын деп шығады. Содан ол функция switch access-ті таңдаймыз. Және мына жерде помощьтың жанында поделителяның белгісі болады. Осыған басамыз. Және ол жерден Gmail таңдайсыздар. Gmail-ға басамыз. Пропустить. Добавить адрес электронной почты. Extended Office 365. Егер басамыз, кез келген символ, собачка, кез келген әріп, нүкте, кез келген әріп. Далее. Gmail-дың көмегімен батқанда Google аккаунт блокировкасын ашамыз. Енді жерден настроить с помощью сертификат деген таңдаймыз, және настроить блокировка деген таңдайсыздар. Бұл жерден пин-код таңдаймыз. Безопасный запуск, да. Бұл жерге 2552, далее 2552, подтвердить. Пропустить. Окей. Сертификат не найден. Отмена, біз артқа қайтып шығамыз. Артқа. Мына жерден де артқа қайтамыз. Кесел деген таңдайсыздар келіңіздер. Жаңа жерден не копировать десек, дері өтіп кететін негізі. Бірақ Wi-Fi-ға қосқан ненің барлығын көрсеткіміз келді. Мінекей бәрібір не копировать деген таңдау керек екен. Енді мына жерге өзіміздің жаңа ғана ойластырған пин-кодты теріп шығамыз. 2552, далее. Және мына жерде пропустить деген батырма шығады. Және телефон бұл деген сөз ашылды деген сөз. Мына жерден пропустить, все равно пропустить. Еще принять. Почти все готово. Төменге түсеміз. Мына жерде не таңдап тұр? Выберите страну. Қазақстан. Жарайды, Алжир таңдаса қазірше. Далее. Я принимаю. Далее. Добро пожаловать в iOS дейді. На базе Android 9 дейді. 9-шы Android версиясы екен. iOS Launcher настраивает ваш компьютер ма? Қалай телефон? Енді жерге настройкаға клик. Мұндай телефон бізге бірінші рет келіп тұр. Енді система. Және ол жерде телефоне. Телефон жайлы мәлімет мінекей. Tesla KS2 екен моделі. Techno Spark 4. Версия Android 9. Енді біз не істейміз? Артқа қайтамыз да. Настройканың ішінен безопасность местоположения дегенге басасыздар. Тип блокировка экрана деген болады. Осыған басамыз. Және бұл жерге жаңа кодты тереміз. 2552, далее. Енді бұл жерден провести по экрану таңдап қойып, да отключить. Артқа қайтамыз да, бір рет өшіреміз, және қосамыз. Телефон толықтай ашылады. Мінекей осылайша бір Тесно деген телефонды ашып бастадық. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.